сандыққа дипломды саламын да ары қарай мұғалім болмаймын, кәсіпкер боламын деген. Мен қазір қайтадан әскерге шақырса қайтадан баратын едім. Маған мұқтаж қаншама оқушы бар деген менде ой келді. Мен туралы басқалар не ойлайды, жұрт не ойлайды, ол маған қызық емес. Мұғалім болу үшін сен 1,5 миллион беруің керексің. Дайындықсыз сабаққа кіру деген ол статья. Тал бесіктегі тәрбиесін бере алмай жатқан балаларды біз қазір зумер ұрпақтар деп атаймыз. Мешіт салу мен мектеп салу деген таңдау тұрса, сен мектеп сал деген. Бесігіңнен бұрын әйеліңнің жағдайын сөйлейді. Ешкімнен ештеңе күтпе. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен тәлім подкасты бастап жатырмыз. Және оның жүргізушісі Шерхан Рахметоллаұлы. Бүгін бізде қонақта Серік Советханұлы. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Рахмет. Серік Советханұлы біздің тәлім хайскул мектебіміздің жаңа директоры. Рахмет. Және Қазақстан бойынша ең жас директор атағын алған азамат. Не дейді? Рахмет. Қалайсыз? Көп рахмет. Жақсы. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Серік Советханұлы, жалпы өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Қайырлы күн YouTube арнасының көрермендері, сіздерге қош көрдік дейміз. Тәлім хайскулдың тізгінін беріп, сенім артып жатқандарыңызға біріншіден рахмет айтам. Енді өзіңіз таныстырып өткендей, мен аты жөнім Серік Советханұлы, тегім Мүрсәлім. Ең жас директор дедіңіз ғой, енді сол 25 жасымда Алматы қаласында мемлекеттік мектептен кейін сондай бір мектептің бірінші тәрбие завучы, одан кейін тәрбие орынбасары, одан кейін директор қызметінде атқардым. Енді өзімді жалпы таныстырып өтсем, мен Абай облысы, Аягөз ауданы, Мамырсу деген киелі мекеннің тумасымын. Сол жақта туып өстік. Сол жақта Сабыржан Ғаппасов атындағы орта мектепте 11 жыл бойы оқыдық. Сол жақта жалпы кіндік қаны тамған жер деп айтуға болады. Одан кейін 2016 жылы Семей қаласындағы ең әуелде Қазақстандағы тұңғыш колледж, ең алғашқы Қазақстандағы тұңғыш мұғалімдер семинариясы болған Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытұлы, Шәкен Айманов, Әбікей, Әлкей Марғұлан деген сияқты үлкен ұлы тұлғалардың ізі қалған қара шаңырақ 130 жылдан астам тарихы бар сондай қазір колледж, педагогикалық колледж, Мұхтар Әуезов атындағы. Сол колледжде мен 4 жыл қазақ тілі әдебиет мамандығын бітіріп шықтым. Одан кейін сол жерде оқи жүріп, жалпы білім саласына, жалпы бала тәрбиелеуге, мұғалім болуға деген махаббатым арта түсті. Негізі шыны керек, ол жерге түстердің алдында мен мұғалім болмаймын деген. Түсем, бітірем, бұл 4 жыл оқимын, одан мұғалім болмаймын, диплом сандықта жатады деген жоспар болған. Жаңа айтқандай, оқуға түскен кезде колледжға мен сандыққа дипломды саламын да ары қарай мұғалім болмаймын, кәсіпкер боламын деген. Одан кейін сол жерде 4 жыл оқи жүріп, менің мұғалімдікке, жалпы баламен, адаммен жұмыс жасауға, мамандығымды жақсы көруге, жалпы бала оқытуды жақсы көруге, мен сол колледжда жүріп, Баулыды тәрбиеледі. Ұстазым сол жердегі Шағангүл Алдамжарқызына үлкен алғысымды айтамын осы сәтті пайдалана отырып. Енді одан кейін ол колледжді бітіргеннен кейін 1 жыл әскер қатарында отан алдындағы борышымды өтеп келдім. Шымкентте 66-98 әскери бөлімінде болдым. Одан кейін жоғарғы оқу орнын бітірдім. Сол Семейде Әлихан Бөкейханұлы атындағы университетті. Одан кейін Алматыға келіп, сол жерде осы мемлекеттік мектепке ең алғашқы еңбек жолымды, яғни мұғалімдік жолымды сол жерде мемлекеттік мектепте бастадым. Ол жерде 2 жыл жұмыс жасадым. 2 жыл жұмыс жасаған кезде мен өзімді жалпы максималды түрде қостым. Елдер 2 жылда алатын модераторды мен 1 жылда алдым. Сосын барлық аудандық қазақ тілі әдебиетке қатысты барлық сайыстарда оқушыларым 1-ші орын, бас жүлде, 2-ші орын солай алып жүрді. Сол жерде жүріп мен аудандық, облыстық семинарларда, тренингтарда жалпы ашық сабақ бердім, ата-аналармен тренинг өттім, мұғалімдермен де тренинг өттім, жас мамандармен тренинг өттім деген сияқты. Яғни мен 1 жылда өзімді максималды түрде көрсеттім. 2-ші жылында сол өзімнің өсуіме, жалпы дамуыма ұсыныс түсті.
тәрбие орынбасарлығына. Сосын қалаға қарай, яғни мемлекеттік мектебім Алматы облысында болатын. Сол Алматы облысынан қалаға қарай, тәрбие орынбасарлығына қарай лауазымым өсіп, айлығым өсіп деймін ба, солай мені ұсыныс тастап шақырды. Жалпы сол жақта жұмыстан кету маған өте ауыр болды. Біріншіден оқушыларымды жиған жоқпын, өйткені қатты бауыр басқанбыз. Екіншіден олармен әлі араласамыз. Екіншіден ұжымды қиған жоқпын. Ол жер үлкен ұжым болған. 3000 бала оқиды. 200 мұғалім бар. Соның 30-ы қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері еді. Сол 30 қазақ тілі әдебиеті мұғалімін де қиған жоқпын, және 20-дан аса жас мамандар болатын. Мен енді жас маман болып кірдім ғой жерге. Сол жас мамандарды қимадым. Бірақ біз әлі күнге дейін араласамыз, Алматыдамыз. Содан кейін өте үлкен күдікпен деп айтайыншы. Өзіме деген күдікпен тәрбие орынбасарлығына келдім. Өте үлкен жауапкершілік. Баланың тәрбиесі деген өте үлкен жауапкершілік. Сол лауазымға мен мүмкін лайық емес шығармын деген сияқты 3 күн 3 түн мен ұйықтамай ойландым. Сол шешімді қабылдарда. Содан кейін мықты тәжірибелі мамандармен ақылдастым. 1-2 адам бар ақылдасатын. Сол кісілермен ақылдасып, сонымен осы шешімге келдім. Содан тәрбие орынбасары болдым жарты жыл. Содан кейін ары қарай сол мектептің директоры болдым. Сол мектептің директоры бола жүріп, мен 2 жылда 2 ұрпақты түлеп ұшырттым. Қазір менің армиям деп айтам мен. Өзім әскерде болғандықтан менің армиям, ол менің түлектерім. Әр қайсысы әртүрлі жақта, әртүрлі Қазақстанның топ университеттерінде, шетелдерде, Назарбаев университетінде қазір 1-2 курсты аяқтап жатқан менің түлектерім. Тамаша. Жалпы Серік мырза, өзіңіздің бала кезіңіз туралы бір шағын айтып кете аласыз ба? Оқушы ретінде Серік қандай азамат еді? Ой, бұл қай-қайдағы еске түсірдіңіз ғой деп. Жақсы. Жаңағы айтып өткендей, Абай облысында Аягөз деген аудан бар, махаббаттың отаны. Таңсықты білсеңіз, Қозы Көрпеш пен Баян сұлудың жатқан жері. Сондай жерде махаббаттың отаны Аягөз. Махаббаттың отаны, иә? Сол жерде біздің жақта махаббаттың отаны Сексеуіл деуші еді, сосын сұрап жатқаным ғой. Сол махаббаттың отаны Сексеуіл деп Аягөз құрамасы айтқан ғой. Енді бала кезімде бастауыш сыныпта мен өте қатты тұйық болғам. Ешкіммен сөйлеспегем. Қоңырау соғылады. Қоңырау соққан кезде 5 минутқа коридорға, дәлізге шығамда, терезеге қарап тұрам да, 4 минут қарап тұрам, қоңырау соғады, қайтан кірем. Бір сыныптасымен араласқан адам емеспін. Одан кейін бірақ жақсы оқыдым. Өйткені менің ағам дәл сол мектепте, дәл сол мұғалімде бастауыш сыныпты бітірген. Ол 4 жыл оқып бітіргеннен кейін сол Анар Байсалына деген мұғалім, Анар Байсалқызы деген мұғалім, ағам бітіріп 5-ші сыныпқа көшкен кезде, мен 1-ші сыныпқа келіп жатқан кезде, мынау Абзалдың інісі ғой, мынаны маған беріңдер, өзім алам деп, мен таласып тұрып, басқа мұғалімдер мені алып алған. Содан кейін мені жалпы біздің отбасында 3 ұлмыз, сол 3 ұлды ата-анам әкел сабағыңды қара, күнделігіңді аш, дәптеріңді аш деп ешқашан айтқан емес. Біз өзімізбен өзіміз оқып кеткен балаларымыз, үшеуміз де. Інім енді онда таңдау болған жоқ, өйткені алдындағы 2 ағасы да жақсы оқыды. Бүкіл мұғалім сенің 2 ағың да жақсы оқыған, сен неме деп. 5-ші сыныптан бастап ашылдым десем болады. Өйткені 5-ші сыныпта бастап мені қазақ тілі әдебиеті мұғалімім бүкіл аудандық Абай оқулары, Махамбет оқулары, Мұқағали оқулары, Шабыт, Ақберен, тағы қандай сайыс бар, бәріне мен жетектеп апарады. Өйткені ауылдағы мектепте жалпы сайысқа, байқауға апаратын оқушы аз болады. Өзіңіз білесіз соны. Ауылдық жерде. Содан кейін мені барлық жерге апаратын сол кісі. Содан кейін сахнаға шықтым. Содан кейін 7-ші сынып оқып жүрген кезде дебатқа қатыстым, пікір сайысқа. Ол жерде мен 7-ші сыныпта мен 2 сөздің басын қосып сөйлем құрап айта алмайтын едім. Содан өзімді дамытып, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныпта қатарынан 3 жыл дебатқа, чемпионатқа қатысып, алғашқы 2 жылында 3-ші орын, соңында 11-ші сыныпта міне мектеп бітірейін деп тұрған кезде Аягөз ауданының дебаттан чемпионы болып, сол жерде бітірдім. Сонымен сол жерде мен жақсы оқыдым мектепте, бірақ мен ешқашанда менің бір сабағым 4, бір сабағым жаңағы
деген сияқты мен ешқашан баға сұрап немесе бағаға қатысты мен ешқашан қайғырып көрген адам емеспін. Өйткені барлық сабағым 5 болып тұратын да, немесе барлық сабағым 4 болып тұратын да, бір сабақ 2 сабағым ғана 3-4 болып тұратын. Өйткені мен ешқашан өзімнің дегенімнен қайтпайтын адам едім да. Мен мұғалімдермен андай саналы түрдегі бәсекелесетін мен мұғалімдермен. Бірақ енді андай беттен алып тәрбиесіз оқушы болған жоқпын, тәртіпсіз бұзық оқушы болған жоқпын. Бірақ саналы түрдегі мұғалімдермен пікір таластырып, жаңа дебаттан қалыптасқан нәрсе ғой. Мен сол кісілердің солай мені қамшылағанынан, мен сол кісілердің солай жаңағы сынағанынан мен қазір осындай жаңа Серік Советханұлы болып отырмын да. Сол кезде ешқашан менің ата-анам да мектепке барып менің балам былай ма, менің балам былай ма деген сияқты әңгіме айтқан емес. Неге түрт қоясыздар деген сияқты әңгіме айтқан емес. Мен 11-ші сыныпта өз еркіммен алтыннан бас тартқан адаммын. Алтын алмаймын дедім, өйткені оның жүгі көп еді біздің кезімізде. Өйткені ол замандарда мектеп алтын белгінің балына, яғни алтын белгі болған оқушының ұбт-дан алатын балына тікелей жауапты болатын. Қазір енді қанша жыл болды, 5 жылдай болды ғой деймін. ұбт-ны мектептен жауапкершіліктен алып тастады. Жалпы қалай ойлайсыз осы жерде енді? Қазір ұбт-ны мектептің жауапкершілігіне алып тастады. Яғни қанша балалар ең төмен бала алып жатса да мектепке қатысы жоқ. Алтын белгімен. Иә. Бұл дұрыс па, әлде дұрыс емес шешім болды ма? Мен қарсымын. Мен бірден айтам қарсымын. Өйткені сол алып тастағаннан кейін мектептердегі білім сапасы төмендеді. Өйткені жауапкершілік азайды. Бұл жауапкершілік азайғанымен бұл жерде балаларға деген психологиялық қысым керісінше азайдыған жоқ па қазіргі таңда? Ол кездерде мысалы білесіз, психологиялық қысым балаға қатты еді. Мектеп мұғалімдердің тарапынан, мектеп әкімшілік тарапынан оқымайсың ба, шық мектептен. Осыны түсініктер болатын еді ма? Қысымнан адам, ондай қысымнан өлетін болсақ, бізде отырмыз ғой, өлген жоқпыз ғой деп. Бізді кезінде солай қатты қысқан. Қысқанда жалпы сабақ оқымау деген сияқты, сен 9-дан кейін колледжға кет деген мұғалімдердің қатты дүниесі, айтатын сөзден, сүйіктен өтетін сөздері оқушыны қатты қысатын. Бірақ сол біздің поколение, біздің ұрпақ одан өлген жоқ. Қазір керісінше сол қамшылағаннан, сол жаңағы арттан қуалап отырып сол оқығаннан, қазір мен сыныптастарым біреуі Астанада нейрохирургияда мықты маман болып отыр, біреуі семейде мықты мектепте зауч болып отыр деген сияқты. Сондай әркім әртүрлі жерде, мықты жерлерде отыр. Ал енді керісінше жүгі жеңіл есек жатаған келеді дейді ғой. Керісінше мектептің қазір енді мынандай ғой, мысалы мектептің жүйесінде, мемлекеттік мектептің жүйесінде ұбт-ның балына жауап бермейді, сәйкесінше ол ұбт тапсырғанға дейін оның алтын белгісі болсын, қызылы болсын, үздігі болсын беріп жібереді да. Одан кейін ол 7-ші айда немесе маусымда немесе шілдеде ол ұбт тапсырады. Ол алтын белгісін ақтамай қалса да ұбт-ның балалы арқылы, ол ешқашан мектептен сұралмайды ол. Сол сұралмағандығы үшін мектептің білім сапасы қазір ақсап тұр. Шын айтқан кезде. Өйткені мен мемлекеттік мектепте жұмыс істеген адам ретінде оны кәдімгідей көрдім, басымнан өткіздім. Өйткені жаңағы айтқандай құр босқа шектен тыс жүктемелер көбейіп кетті да мұғалімдерге. Білім сапасына қатысты емес бірақ. Сіз мектептен кейін сонда колледжге өз еркіңізбен түсіп тұрсыз? Иә. Не себепті колледж, не себепті университет емес? Сол менің Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжден алған білімім мен біліктілігім мен әдістемелерімді қазір университет бере алмайды. Сол колледжім кез келген университетті екі орайды. Сол колледждің арқасында мен келсем. Тәртіпке. Жалпы педагогикалық колледждер университетке қарағанда білім деңгейі жоқ дегенде 2-3 есе жоғары дегенге мен келсем бұған. Сондықтан сол колледжді таңдадым. Және ол колледждің тарихын жаңа өзім басында айтып өткендей, ол колледждің тарихы өте тереңде, және ол жерде ұлы тұлғалардың ізі қалған. Ол жерде әлі күнге дейін сол атмосфера, сол аура сақталған. Қазір барсаңыз да сол жерге Мұхтар Әуезов жүрген жер, Мұхтар Әуезов отырған жер, Мұхтар Әуезов кітап жазған жер деген
ана атмосфера ол адамға ғайыптан бір түсініксіз шабыт сыйлайды. Тамаша. Жалпы педагогикалық жолды таңдағаныңызға қазіргі таңда өкінесіз ба? Дәл қазір осы 28 жасар Серік Советханұлы ретінде қазір өкінбеймін. Өйткені басында мемлекеттік мектепке жұмысқа тұратын кезде мен көп ойланғам. Мен қазір мектепке басымды кіргізсем қайтан шығара алмай қалам. Және де ол кездегі сол 2019 жылғы білім сапасы мынау ауыс түйіс болып жатқан кез, білесіз иә, бір жаңартылған білім мазмұнына көшіп жатқан кез еді. Анау смайликтер, бірдеңелер, баға қойылмайды деген, қызыл ручкамен емес жасыл пастамен тексересіңдер деген сондай бір ауыс түйістер болып жатқан кез еді. Одан кейін Асхат Аймағамбетов мырза министр болып келе жатқан кезде мұғалімдердің айлығын 2-3 есе көбейтеміз деп жатқан кез болған. Сол жыл болған сондай. Сол кезде мен ойладым, мен қазір кірсем мектепке, онда қайтадан мен мектептен шығуым қиын болады. Одан да кірмей-ақ қояйын деген ой болды. Бірақ менің психологияны зерттеген, адам жанын, педагогиканы зерттеген адам ретінде мен әскерден кейін мұғалімдікке жұмысқа келдім. Ал әскерге дейін мен кәсіппен айналыстым, тендермен, анау-мынаумен деген сияқты неше түрлі кәсіппен. Ол уақытта да біліміңіз бар. Иә, ол уақытта тәжірибе бар. Одан кейін Нұрлан Байділдада оқыдым, одан кейін Ахметбек Нұрсилада оқыдым, кәсіпкерлікті оқыдым. Содан кейін әскерге бар келгеннен кейін мен әскерден кейін өте қатты психологиялық құлдырауға ұшырадым тұлға ретінде. Мен бір ай үйден шыққан жоқпын. Мен бір ай тордан шыққан торғайды қайда ұшарын білмей қалады ғой. Тура сондай мен күй кештім. Ол күйімді менің ешкім білмейді қазірге дейін. Ол күйімді ешкімге айтқан жоқпын. Бұл жерде әскерге барғанға өкінуден туған күй ме бұл? Жоқ, өкінуден емес. Мен қазір қайтадан әскерге шақырса қайтан баратын едім. Екінші рет. Бірақ мен сол кезде әскерден келген кезде, енді әскерде қоғамға әлде біз бір орныңды таба алмау ма, әлде бұл неден күйзеліс болды? Әскерде сенің барлық жағдайың жасалған. Не кием, не жейм деген уайым жоқ. Кредит, квартира төлеу, бірдеңе, азық-түлік алам деген, ақшаны қайдан табам деген ондай не жоқ, мәселе жоқ, проблема жоқ ондай. Сенің киімің дайын, 3 уақыт тамағың дайын, тек қызмет өткересің әскери. И сондай жерде мен 365 тәулік ойлаңыз, мысалы сіз колледжде оқысаңыз немесе мектепте оқысаңыз, сіз таңертең барасыз, кешке үйіңізге қайтып келесіз, иә, үйіңізде жақындарыңыз қасында боласыз деген сияқты. Ал жақта сіз 365 тәулік боласың да. Сол тәулікте мен анандай және де ол жерде сіз өңкей ер адамдардың ұжымында тәрбиелендік та сол жерде. Сондай дүниеде мен өте қатты мына қоғамға келген кезде мен бір жылға кейінге қалып қалғанымды сезіндім. Өйткені инфобизнес дамып кеткен, онлайн бизнес дамып кеткен, сен түк білмейсің, таргет деген не екенін білмейсің, инстаграм деген не екенін білмейсің, сен әлі ақша таппай жатсың, сен үйде жатсың да. Қаңтарда келдім мен, мысалшы. Қаңтарда келген кезде жылдың ортасында ешқандай мектеп сен жұмысқа алмайды жылдың ортасында. Ол алу екі талай мысалы. Сосын менде жаңағындай психология құлдырау болды. Сосын мен 3 ай психологияға қатты кіріп кеттім. Өзім үшін. Іздендіңіз өзіңіз үшін, иә? Өзімді жаңағы тұңғиықтан алып шығу үшін іздендіңіз. мен психологияға кіруім керек болды. Тамаша. Сосын ислами психологияға кірдім. Сосын Ресейдің, орыстың психологиясын оқыдым. Сосын шетелдің, Европаның психологиясын оқыдым. Содан 3 ай мен өзімді өзім алып шықтым. Өйткені мені алып шығатын ешкім жоқ. Мен өзімді егер жинамасам, мені ешкім алып шыға алмайды деген менде сондай ой келді да. Мен психологияға кірдім. Сол психологияны зерттеген адамның жанын, өзімнің жанымды зерттей отырып, өзімді тауып, өзімнің жаңағы психологиямды, ішкі күйзелісімді бәрін өзімді зерттей отырып, мен басқа адамдармен жұмыс істеудің қандай ләззат алатынын мен сол кезде түсіндім. Сосын мен мұғалім болам, ақыры диплом алдым. Мен мұғалімдікке баруым керек. Маған мұқтаж қаншама оқушы бар деген менде ой келді. Мен білмеймін, ол бір өзіме көп алу шығар, мысалшы. Сол кезде мен ойлаймын да, көп алдым ба өзіме депші. Бірақ қазір мен өкінбеймін. Сол 5 жылға жуық, немесе 5 жыл болды ғой міне.
5 жыл еңбек өтілі бар адам, Серік ағай, Серік мұғалім, Серік Советханұлы ретінде мен ойлаймын қазір, мен мыңнан аса кемі мыңнан аса оқушының жанына демеу бола алдым, үйдің тұңғыштарына аға бола алдым, үйдің тұңғыш қыздарына аға бола алдым, үйдің ортаншыларының жанын түсіндім, үйдің кенжелерін тәртіпке салдым, неше түрлі бұзықтарды. Мен қазір мұғалім болғаныма өкінбеймін. Өйткені қоғамдағы қазіргі ұрпақ менің тәрбиеме зәру деген менде сондай настрой бар. Енді ол менің жеке настройым, маған бәрі мұқтаж, ойбай келіндер деп мен ешкімге айтпаймын. Ол менің ішкі настройым, менің миссиям, ол өзіме қойған. Ал басқалар қалай ойлайды, мен туралы басқалар не ойлайды, жұрт не ойлайды, ол маған қызық емес. Мемлекеттік мектепте де жұмыс жасадыңыз және жекеменшік мектепте де жұмыс жасадыңыз. Осы жерде екеуінің ара жігін ажыратып бере аласыз ба жалпы өзіңіздің көзқарасыңызда? Ойбу, қазір екеуінің ара жігін ажыратып айтатын болсақ, 5 жылдық тәжірибесі бар мына жап-жас бала не айтып отыр деуі мүмкін да. Бірақ мен көзіммен көрген нәрсені фактты айтам. Мысалы, мен сізді жеке тұлға ретінде мен сізге баға бере алмаймын. Мысалы, мен сізді осы уақытқа дейінгі Шерхан мырзаның осы жасқа жеткенге дейінгі өмірі, оның тағдыры, оның жүріп өткен жолын мен ешқашан бағасын беретін мен емеспін. Бірақ мен сіздің кәсіби тұрғыда педагог ретінде немесе бір маман ретіндегі мен сізге сын айтуға құқығым бар деп ойлаймын. Ал адами тұрғыдан келген кезде мен сізбен доспын деген сияқты. Дәл солай барлық мемлекеттік мектептердегі мұғалімдердің бағасын, шынайы бағасын беретін адам ретінде ол мен емеспін. Бірақ мен көзбен көрген нәрсемді айтуға мен ешқашан естемеймін. Ол менің барлық Инстаграм парақшаларымда да, Фейсбук парақшаларымда да тұр, жазылып тұр. Қазір енді мемлекеттік мектептің олқылықтарын айтатын болсам, өзім де сондай мемлекеттік мектептен шыққам. Су ішкен құдығыма түкірмеймін. Бірақ өкінішке орай мен оңтүстікке келіп көрген дүниелерім өте қатты қарнымды аштырды. Біріншіден, ол жемқорлық өте қатты белең алған. Тіпті оның ставкасы де бар екен. Мен соны естіген кезде төбе шашым тік тұрды. Мұғалім болу үшін сен 1,5 миллион беруің керексің. Кітапханашы болу үшін сен 800 мың беруің керексің. Пол жуушы болу үшін сен 500 мың теңге беруің керексің деген кезде, соны естіген кезде мен өте қатты жағам ұстадым. Бұл бірінші ма. Екінші, мемлекеттік мектептердегі осыны бір түртіп алайықшы. Жалпы педагогикалық бағытта жұмысқа тұратын маман пара беруі, бұл сана тұрғысында бұл қалай бағалануға болады? Бұл педагогқа тән ба осы дүние? Жалпы ол салаға, бір кәсіпке байланысты емес, ол мемлекетте бар дүние да. А сен педагогиканы ол мұғалім, яғни қоғамға, балаға пайдасын тигізе алады ма деген ғой? Мұғалім мамандық емес. Мұғалімдікті үйретпейді. Мұғалім болып туады. Ол туа бітті. Педагог деген ол туа бітті талант. Туа бітті талант. Тұқым қуалай ма ол? Тұқым қуалайды. Бір әулет мұғалім болып отырған отбасылар танимын. Бірақ мұғалім мамандық емес. Оны кәсіби тұрғыдан сен мысалы қазақ тілден зат есім, сын есімдерді жаттау мүмкін кәсіби түрде. Бірақ сен оны балаға түсіндіру, баланың жанын түсіну, баланы тәрбиелеу, баламен бірге өсу, оны өзіңде оқушы болғаныңды ұмытпай, оның жаңағы бұзықтықтарына дұрыс көзқараспен қарап, оны дұрыс тәрбиелей алу деген нәрселерге келген кезде педагог болып туады адам. Жақсы түсінікті. Ал сол ары қарай жалғастыра берсеңіз. Жаңағы негізі пара берген адамда, пара алған адамда қылмыскер менің ойымда, менің түсінігімде. Мен мемлекеттік мектепке кірген кезде ешқашан бір директордың алдына барып, маған жұмыс бер деп айтқан адам емеспін. Мен үйімде отырып, жұмыс бер деп айтқан адам емессіз, және пара берген адам емессіз. Берген адам емеспін. Енді жаңа айта салайыншы, кешіріңіз. Мен қалай жұмысқа кірдім? Мемлекеттік мектеп. Қазір айтуым мүмкін, мынау да мемлекеттік мектепке Алматыға кірді ғой. Өзі пара берген шығар деген. Үйде жаттым. Тамыз айының
ортасы болу керек, қателеспесем, ұмытпасам. Үйде жаттым да, 2 кейс бар ғой, 2 кейс. Соны аштым да, мектеп деп жаздым. Соның жанымдағы мектептер шықты. Соның бәрін үстінен бастым да, почталар жазылып тұрген, соған түйіндемемді лақтырдым ғой почтамен. Қателеспесем бар ғой, бір күн емес, 2 сағатта 20 мектепке жіберген шығармын түйіндемемді. Сосын оны жібердім да, мен ұмытып кеттім. Сөйтіп жібердім, ұмытып кеттім да, бір 10 күн өткеннен кейін маған бір номер қайта хабарласады ғой. Мен бірақ бөтен нөмірлерді алмайтын әдетім бар. Ол мен WhatsApp-тан звондап жазып, осындай едім, мен таныстырып, сосын бәрі звондаса мен аламын да. Бөтен номерді мен ала бермеймін да. Сосын ол кезде еще кәсіпкер болып жүрген кезім ғой. Сосын көп номерлерді алмайтын. Өйткені неше түрлі ұсыныстар түседі, оны алмайтын. Сосын бір номер қайта звондады кешкі уақытта, 5-тің кезінде. Сол тура 29 тамыз ғой деймін. Уже мектеп басталуына 2 күн қалды. Сосын ана номер кішкене қоймай қойды енді хабарласып ше. Сосын қойшы дедім, өзім звондадым. Сөйтсем жаңа мектептің директоры екен, мен түйіндеме жіберген. Мен оны ұмытып кеткенмін, қандай мектеп деп мен сұрап тұрмын ғой. Сосын қазір сағат 6-ға дейін келіңіз деді да маған. Жұмыс керек болса дейді. Мен ол кезде қалада кәсіппен айналысып жүрген кезім. Сөйтіп мен тұрдым да, егер сізге маман керек болса таңертеңге дейін күтесіз дедім. Мен қазір бара алмаймын дедім. Мен қазір үлгермеймін дедім. Өйткені мен облысқа баруым керек қой, өзім тұрған жерде. Онда таңертең сағат 8-де келіңіз деді. Сонымен 8-де, ол кезде мынадан да жаспын. Мені көрген директор бірден күдіктенді. Точно мұғалім бола ала ма, бола алмай ма? Ол аралас мектеп болған. Ол жерде континент өте қиын еді да. Ол жерде неше түрлі ұлттар бар еді. Сосын орыс сыныптардағы оқушылардың тәрбиесі өте қатты дұрыс емес еді. Сосын менен сұрады, егер сіз ертең басқа ұлттың балалары сіздің қаталдығыңызға жалпы үйреткен сабағыңыздан дұрыс емес жаңағы немен шығып, дұрыс емес көңіл-күймен шығып, сізді мектептен қайтқан кезде ұрып кетсе не істейсіз деген. Мен ондайға жеткізбеймін дедім. Солай сол жерде сұхбаттастық. Сонымен ертеңінде мен сол жұмысқа алды ғой. Сонда мен 1 қыркүйек емес, 2 қыркүйек жұмысқа бардым. Жақсы. Мемлекеттік мекемеден өзіңізге қандай плюстар алдыңыз? Мемлекеттік мектептен бағана айтып кеткенімдей, 1 жылдың ішінде мен өзімді максималына қостым ғой. Ол жалпы қай жерде істеме, жалпы оқушыларға да айтамын мен. Сен қай жерде білім алып жатырсың, оған байланысты емес, сенің өзіңе байланысты. Сен алу қабілетің бар сенде. Яғни сен білім алуың керексің. Жалпы мен мына нәрсеге қарсымын. Мысалы, нөмір 15-ші орта мектеп дейді ғой, білім беретін мектеп дейді ғой. Мен соған қарсымын. Негізі білім алатын мектеп деу керек. Білім беретін емес. Білім ешқашан ешкім бермейді білімді. Білімді алады адам. Мысалы, сіз алдыңызда 30 оқушы отыр, сіз білімді бересіз, оның ішінде 2 ғана үздік болады, 5-пен оқиды да. Қалғандары ала алмайды оны. Сіз қалай айтасыз ондай деп ше. Содан мемлекеттік мектепте 1 жыл істеген кезде, мен максималды түрде өзімді қосқан кезде, мен барлық аудандық, облыстық, барлық сайыстар, оқушыда бардым, өзімде қатыстым деген сияқты. Содан кейін жаңағы айтқандай семинарларда ашық сабақ бердім. Бөтен танымайтын балаларға барып, алдыңа 24 баланы әке қояды, басқа ауданның мектептерінен жинап, соған сабақ бересің, оның аттарын да танымайсың сен деген сияқты. Сондай болды. Сосын барлық жас мамандарға семинар өткіздім. Ата-аналар барлық 200 ата-анаға тренинг өттім деген сияқты. Мен ол жерде қымыжы жазу, сабақты жоспарлау, сабақ беру, сабақтың барысында, мысалы сабақтың басы, ортасы, аяғы дейді ғой, сол жердегі барлық қымыжыдағы барлық сол жердегі сабақтың барысын менің миымда сақталды да. Сосын мен қазір мұғалімдерге қағаз бастылыққа қарсымын да. Сол қазір мен мұғалімдерге басқаша талап қоям, және шығармашылық еркіндік берем. Сол шығармашылық еркіндік деген сөз, ол жалпы қымыжы ол қағазда емес, қымыжы сенің миыңда сайрап тұру керек. Сен сабақты кіресің, бастайсың, түсіндіресің, оқушыдан кері байланыс аласың, аяқтайсың деген сияқты ше. Бұл енді сізде сол қағаздағы дүниеден сіз үйрендіңіз ғой. Иә. Одан кейін сіздің миыңызда ақпараттар қалыптасты.
ал енді ғана оқу бітіріп келіп тұрған жас маман, оған егерде жүйемен, қағазбен үйретпесе, түсінбесе, ол жүйесіздікке әкелмей ма? Ол өзінің сабағына контролировать ете алмайтын деңгейге алып келмейді ма? Ашығын айта берейік, иә. Мен мемлекеттік мектепте жұмыс істеген кезде қымыжымды бір айға жасайтын. Бірақ ол бәрі шаблон болған. Мені үйреткен, жалпы мен үйренген, ол колледжімда еді. Колледжімда мені кәдімгі әр несін үйреткен. Бірақ мен бір сағатта отырып, бір айға қымыз жазып тастайтын. Бірақ оның бәрі шаблон болады. Оның бәрі, мен бәрібір ол қымыжмен жүрмеймін. Мен сол маман дипломы бар мұғалім болам деп таңдау жасап келген, саналы түрде таңдау жасап соған қадам жасаған маман, маман емес, адам, ол саналы түрде өзі жаңағы үйренем деген настройын қосу керек. Оған ешкім басын ашып, қымыжын былай жасайсың десе, оған ешкім бермейді. Жалпы бірінші жылы ұстаз болған маман, бұның бергені көп болады деп есептейсіз ба, әлде оның сол жерден білім беру арқылы керісінше оның алғаны көп болады деп есептейсіз ба? Алғаны көп болады. Өйткені ол алу керек, ол іздену керек. Менің жалпы мұғалімдерге қателікке толы жыл былай келгенде, иә? Қателікке толы деп айтамыз ба? Негізі дипломы бар маман, дипломированный деп айтамыз ғой, дипломированный маман, ол оқыған университетінде болмаса колледжінде, ол уже оқып келу керек. Ол мемлекеттік стандартты бәрін біліп тұру керек. Мысалы, қымыжы жазып сабаққа кіру деген, ол кәдімгі қымыжы жазбай, бекітпей, қымыжысыз, дайындықсыз сабаққа кіру деген ол статья. Біліп тұрсаңыз. Бірақ ол мектепке келген әкімшілік, сен қымыжы жазуың керексің, сен неге қымыжы жазбайсың деп айтпаса да, ол университетінде оның заңды түрдегі оның күнделікті жұмысы екенін ол білу керек. Және мықты маман, ол өзінің күнделікті, өзінің функционалды міндетін ол білет, беске білу керек. Университеттен, немесе колледждан. Оны біреу келіп үйретпейді маман болғаннан кейін. Ал енді оқытпаса, негізі бірақ барлығы оқытады. Ақпарат лекция береді бәрі. Бірақ оны алу қабілеті жоқ та онда. Ол ізденбейді. Сосын елдің бәрін кінәлайды. Маған әкімшілік тиісті, маған завуч тиісті, менің артыма түсіп алды деп. Егер сен мықты маман болып тұрып, жаңағы іздену қабілетің мықты болып тұрса, алу қабілетің, сен ешкім айтпаса да сен өзіңнің функционалдық міндетіңді білесің. Сабаққа таңертең кешікпей келу, күнделігіңді толтыру, қымыжыңды жасау, БЖБ ТЖБ-ларыңды алу, оқушыны қорыту болды. Жекеменшік мектеп туралы бір айта кетсеңіз енді. Жаңа мемлекеттік мектептен айырмашылық деп айттық қой. Жекеменшік мектептерде көбінесе әкімшілігіне байланысты. Барлық жекеменшік сондай деп айта алмаймын. Жекеменшік мектептердің ішіндегі жүйесі дұрыс құрылмаған мектептер өте көп. Көпке топырақ шашты деп сондай түсінік қалыптасса да, мен солай айтуға мәжбүрмін. Өйткені дұрыс жүйе құрылмаған, дұрыс бағыт-бағдар берілмеген мектептер бар да, жекеменшік мектептерде. Мемлекеттік мектептердің ішінде де мықты мектептер бар. Бірақ әкімшілігі, жалпы басшысы дұрыс емес, басшысы дұрыс жүйе құрмаған, немесе дұрыс талап қоя алмайтын, дұрыстап қарым-қатынас жасай алмайтын мектептерде сондай нәрсе болады. Сондықтан айтамыз ғой, біз бір адам сондай болды екен деп, бүкіл ұлт сондай деген сөз емес, немесе бүкіл мектеп сондай емес деген сөз сияқты. Енді менің қоятын талабым мұғалімдерге. Мен мұғалімдерді жұмысқа қабылдаған кезде үш-ақ нәрсесіне қараймын. Ол өзінің бірінші нәрсе, ол өзінің пәнінен мықты болу керек. Мысалы, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі, ол міндетті түрде мықты болу керек, ол талқыланбайды. Ол мықты болу керек па, әлде орташа болу керек па деген әңгіме жоқ, ол жерде мықты болу керек. Сол үшін мен бірінші тест аламын мұғалімнен. Ол тесттен өтсе, сұхбатқа шақырамын. Сұхбаттасқан кездегі менің үш-ақ критериім бар. Ол бірінші мамандығын жақсы көруі, екінші баланы жақсы көруі, үшінші пәнін жақсы көруі. Өзінің білім беретін пәнін ол мықты жақсы көру керек ол. Соны балаға қалай берсем деген ізденімпаздығы болу керек та.
осындай не қоямын. Сондықтан жекеменшік мектепте де мұғалімдерге шығармашылық еркіндік беремін. Еркіндік беріледі. Шығармашылық еркіндік беріледі, бірақ ол шығармашылық еркіндік деген сөз қалай болса солай дайындықсыз сабаққа кіру деген сөз емес. Еркіндік деген сөзді естісе біздің ұлт, жалпы біздің қоғам жүйесіздікпен байланыстырады. Бірақ шығармашылық еркіндік деген сөз сен мемлекеттік мектептен қарағанда немесе басқа өзінің бәсекелесетін мамандары бар ғой, немесе басқа мектептер бар. Шығармашылық еркіндік деген сөз ана басқа мектептерден де мықты білім беру деген сөз. Яғни саған еркіндік беріп тұр ғой, сен қымыз жазбай қой, қағазбастылықты не істемей қой, таңертең ерте келіп алып завучты күтіп оны бекітпей қой, бірақ сен алдыңа келген 24 балаға немесе 20 балаға сен пәніңді жалпы мықты білім беру керексің да, ана басқалардан қарағанда. Өйткені саған ата-ана әкеп тұр ғой, ата-ана саған сеніп баласын тапсырып тұр да. Сондықтан сол қызметті сен максималды түрде көрсетуің керек қой. Мен жастарға көбінесе осылай айтамын, жалпы педагогикалық қызмет жолын жекеменшік мектептен бастамаңыздар деп айтамын. Себебі шын мәнінде мемлекеттік мектептің қиыншылығын, ана жүйені бәрін көру керек. Расын айтқанда, мен жаңа бір сөздеріңізге келсем, оңтүстік өңірде пара расымен барлық жерінде де алмаймын, енді бір жерлерінде бар. Мен өзім қызмет жасаған өңір, ол Көкшетау өңірден бастағам. Мемлекеттік мекеменің ешқайсында пара туралы бір сыбыс та естімейтінбіз ол жерде. Бізде де шығыста да сондай, Семейде, Абай облысында өстік. Расымен ол жерде өте көп дүниені алдық, өте көп білім алдық ол жерден. Енді мен жастарға да айтатыным сол, шын мәнінде педагогикалық жолда бұл именно сол маман үшін, біз үшін емес, маман үшін маңыздысы бірінші жекеменшік мектептен гөрі мемлекеттік мектепте жасап келгені дұрысырақ деген қазір ұстанымдамын. Алайда маман өзі жоқ, мен өзім үшін шешіп тұрмын жекеменшік мектепте жасаймын десе, ол әрине өз ісі бол. Адамда жалпы жоғалмайтын 3 қасиет бар. Жоғалатын қасиеттер бар, ол адам жоғалады, ақша жоғалады, сіз уақытыңыз, денсаулығыңыз жоғалады, оны сіз қаласаңыз да, сізге ұнаса да ұнамаса да ол жоғалады. Ал жоғалмайтын қасиеттер, біріншісі білім, сізден ешкім оны тартып ала алмайды. Екіншісі күй, состояние дейміз ғой, сіздің күйіңіз. Мен алсам, үйренсем, білсем, бүйтсем, оқушыға дұрыс түсіндіре алмай қалдым, таңертең түнде жатқан кезде бүкіл сабағыңызға дайындалып, қымыз жазбай қойсаңыз әйтеуір ертеңгі түсіндіретін тақырыбыңызды дайындалып, тапсырмасын дайындап деген сияқты. Күйіңізді жоғалтып алмау, жоғалмайды ол, егер өзіңіз қаламасаңыз. Үшінші жоғалмайтын дүние ол алу қабілеті. Мен бағанадан бері айтып отырған нәрсе ол адамға байланысты, жеке тұлғаға байланысты. Біз бір жалпылама айта алмаймыз ол нәрсені. Сол тұлғаның ізденісіне, оның ниетіне, оның пиғылына байланысты да. Анау айтады ғой, ұлттың жаманы болмайды, адамның жаманы болады деген. Барлық мұғалімдер жаман деп айта алмаймыз да, немесе барлығы үйренбейді деп айта алмаймыз. Біз бір адамға ғана қатысты ғана айта аламыз. Мысалы, ол мамандығын жақсы көрмейді, ол баланы оқытуды жақсы көрмейді, ол үйренгісі келмейді, яғни қымыз жазғысы келмейді. Қымызы жазам, үйренем, сабақты қалай не істеймін деген адам маман, ол мемлекеттік мектеп болсын, жекеменшік мектеп болсын, ол ізденеді. Жақсы. Енді өзінің жұмысын білетін адам деген сияқты. Педагогикалық бағытта өзіңізді дамыту үшін қандай кітаптың немесе бір кино ма сіз үшін не әсер етті, бір дамуыңызға бір әсер еткен дүние бар ма? Менің дамуыма немесе жалпы адам жанын түсінуге дейікші. Адаммен жұмыс жасаймыз ғой. Көп мамандар осы жерде қателеседі деп айтамыз. Дұрыс емес көзқараста. Біз робот тәрбиелемейміз. Біз немесе картошка күзетпейміз. Біз адаммен жұмыс жасаймыз. Оның жаны бар. Әр адам әртүрлі. Әр адам әрқайсысы жеке-жеке тұлға. Ол мысалы 6-шы сыныптың бәрі мынандай деп айта алмайсыз да. Оның ішінде неше түрлі бала болуы мүмкін. Отбасылық жағдай, психологиялық ахуал. Осындай адам жанын түсінуге мені итермелеген ол сол кездегі өзімді өзім таныған.
кез. Өйткені мен оқушы кезімде ондай болмаған. Менің жанымды ешкім түсінгісі келмеген, түсінбеген. Тіпті оны қазір түсінуге де міндетті емес. Бірақ бір адам сенің өміріңе әсер ету керек қой. Әсер ету керек, ол сен жетектеу керек. Педагогика деген жалпы жетектеу. Ал енді әртүрлі кинолар көрем педагогикаға байланысты. Үндістанның түсірген неше түрлі кинолары бар, Американың кинолары бар. Үндістанның қай кинолары? Немесе бір актермен байланысты көбіне? Анау өзі актер, өзі сценарист, өзі режиссер. Үндістанның Даңғал деген фильмді көріп едіңіз? Даңғал көрмедім. Сол жерде Три идиота деген кино бар. Три идиота ма? Білем. Амирхан ғой сол. Амирхан деген жігіт сол. Препод деген кино бар. Ана бір синдроммен ауыратын мұғалім. Әйел мұғалім. Мұғалім болып келеді. Сосын кеше ғана бір кино, дорама бастадым. Дорама көремін мен айтпақшы деп. Кеше дорама бастадым. Истинное образование деген Корея ұлтының киносы. Өте мықты кино екен, фильм екен. Давайте осы жерде үлгі ететін немесе керісінше кеңес беретін топ 3 кино. Бұл Три идиота. Әмірханның киноларын көруге рұқсат беремін. Амирханның кинолары. Кеңес беремін. Үнді кинолары. Үндінің Даңғал деген киносы бар. Сосын Три идиота бар. Сол тағы біреу бар, ұмытып қалдым атын. Одан бөлек жаңа преподты көрдім, көру керек. Сосын жаңағы дораманы көруге кеңес беремін. Сосын исключение жасайықшы, үшеу емес. Қазақтың алаштықтардың түсірген киноларын көруге мен кеңес беремін. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Оян қазақ. Соларды көруге рұқсат беремін. Және де Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын, Жүсіпбек Аймауытұлының психологиясын оқып, жата жастана зерттеп оқуға мен кеңес беремін. Жақында ғана мемлекеттік білім бөлімінен бізге осы именно психология бағытында сұрақтар келді да, оқушылардан алу керек тесттер. Бұның арасында бір қазақтың авторының шығарған бір тесттін ешқандай көрмедім. Барлық сұрақтардың барлығы бір шетелдің авторларының. Соны айтып отырмын ғой, жаңа біздің қазақтың баласының психологиясын Американың баласының, ағылшынның баласының психологиясымен салыстыруға келмейді. Ағылшынның баласы мысалы осы жерге келсе қазір, ананың үстінде отыруы мүмкін, ана жерде отыруы мүмкін, ананың астында жатуы мүмкін. Олар оны еркіндік деп, жаңағы бала еркін өсіп жатыр, өзінің пікірі қалыптасып жатыр, өзінің несі қалыптасып жатыр дейді. А біздің қазақтың қоғамы оған әлі дайын емес. Біз жаңа айтып отырғандай ғой, еркіндік деген сөзді естісе, еркінсу деген сөзбен байланыстырады да бізде. Баланы тәйт демеген, қой демеген, қисса дастан оқымаған, ертегі оқымаған, жаңағы бесік жырын айтпаған баланы біз еркіндікке жіберсек, ол өте қауіпті тенденция. Өте қауіпті тенденция. Енді осы жерде жаңа біздің қазақтың ғалымдарының еңбектеріне сүйене отырып, қазіргі таңда неужели біз бір тест құрастырта алмаймыз? Неужели сол бағытта бекіте алмаймыз? Сондай тесттерға мен қарсымын. Жалпы мысалы балалардан алатын тесттерге қарсысыз. Психологиялық тест, енді мүмкін буллинг туралы, жалпы бір парақорлық туралы бір қарапайым абстрактты сұрақтар болады ғой, ондайларды ала беруге болады шығар, бірақ именно адам жанына байланысты немесе мамандық таңдауға байланысты профориентологтардың алатын тесттері бар ғой. Оған қарсы. Ешқайсы барлығына мен қарсымын. Өйткені оны әркім, әр бала сол моменттегі күйімен жазады да. Сол моменттегі көңіл күйімен жазады. Ал ол 100% оның нәтижесін бермейді. Сондықтан баламен сөйлесу керек. Ол отбасынан басталу керек. Ол жалпы Мұхтар Әуезов айтады, тәрбие тал бесіктен дейді. Және тәрбие ананың құрсағында жатқаннан бастап. Яғни сол кезден бастап бала есі кірмеуі мүмкін, ол түсінбеуі мүмкін, бірақ оған сіз құлағына құндылықтарды құя беретін болсаңыз, жаңа ертегі, қисса, дастан, ана отбасы хрестоматиясын білетін шығарсыз, содан жалпы әлдиден эпосқа дейін кітабын оқысаңыз, өте керемет. Содан бастап балаға құйсаңыз, яғни тәрбие тал бесіктен деген. Бұл жерде ана нені айтады ғой көбінесе, баланың алғашқы 1000 күні деген бар да. Баланың алғашқы 1000 күнінде тіпті ерлі зайыптылардың өмірінде, ана баланың жанында да тек қана әлеуметтік деңгейдегі ғана әңгімелер, ақпараттар айтылатын болса, онда баланың болашақта баладан бір
құндылық жоқ онда. үлкен тұлға шығады деп ойлама дейді тіпті. Жаңағы Маңызды Мұхтар Әуезовтің кезеңдер сөзі дейді есіме ғой түсті. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Бесігіңнен бұрын әйеліңнің жағдайын түзе дейді. Әйеліңнің жағдайын түзе деген сөз сол әйелі құрсақ көтергеннен бастап оның жағдайын түзеу. Жағдайын түзеу деген сөз оның ішіндегі балаға сөйлесу, әлди айту. Ана бесік жырындағы сөздің бәрін қарасаңыз, оның бәрі балаға кәдімгі құндылық. Ол жинала береді, баланың өзегінде жинала береді. Кейін ес біліп, мына қоғамға қосылған кезде, анау үлкен өмірге қосылған кезде, оның бәрі мына жерде сәуле болып тұрады. Ол сосын шығады. Ол сіз ана бала түсінбейді, ол түк түсінбейді, ана бала деген ондай болмайды. Ол түсінбесе де оған ертегі айтып беру керек, айта беру керек, құлағына құя беру керек. Сосын неге кезіндегі Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтбаевтар неге елге қызмет етті? Мысалы, Қаныш Сәтбаевтың өзі оқу бітірген кезде Ресейде қаншама депутаттыққа, неше түрлі мансаптарға ұсыныс түсті ғой, бірақ ол айтты ғой, менің еліме қазір депутат емес, менің еліме қазір маман керек деді. Өзінің сол бітірген мамандығымен ол анау недегі Жезқазғанның ар жағындағы 6 күн түйемен жететін Қарсақбай деген айдалаға барды мысалы. Сол жерден жез, мыс сондай жер шығаратын, сондай не істеді. Бірақ ол шетелдің білімін алса да неге ол қазақтың сойылын сойды? Неге? Өйткені ол Имантай атасы, Шоқан Уәлихановтың да атасы сол құндылықтарды сіңірген да. Ал сондай құндылық сіңбеген, отбасында сөйлеспеген, тәрбиеленбеген баладан келеміз да, біз тест ала саламыз, сосын айтамыз, мына бала информатикаға жақын екен деп бере саламыз, ал 2 айдан кейін ол информатикадан жалық кетеді. Сол үшін тесттен бұрын баламен сөйлесу керек. Және ол сөйлесу бір күндік, бір апталық сөйлесу емес. Ол мектепке барғаннан бастап баланың жанын түсіну, сөйлесу, жаңағы сырласу деген сияқты. Біздің кезімізде расымен біз бір мұғалімде қабылдап бізді, бір мұғалім 4 жылдан кейін бітірді ғой. Ол кезде ауысып кету жоқ, тек қана декрет қана құртпаса бәрін. Көбінесе сол ғой. Қазір декреттен бөлек ұстаздардың да ауысуы өте бір жағынан ойландыратын дүние. Бастауыш сондай. Бір жағынан мысалы мен 3 мектеп ауыстырдым ғой. Мен жұмыстан кететін кезімде оқушыларыма қалай әсер ететінімді өзім, жалпы оқушылардың алдындағы абыройымды өзім сезем ғой. Сосын жұмыстан кететін кезде оқушыларымды кабинетке шақырып аламын. Барлық сабақ беретін, мен жақсы көретін барлық оқушыларымды кабинетке жинап аламын, актовый залға ма. Сосын мен бәріне түсіндіремін. Мен не үшін кетіп жатқанымды, не үшін ауысайын деп жатқанымды, не үшін бұндай шешімге қабылдағанымды, сосын олардың білім алу үшін, олардың өсу үшін, олардың даму үшін ешқандай адамның ауысқаны, ауа райының бұзылғаны, мектептің бірдеңесі, алдынан шыққан адамдар, оқиғалар әсер етпеу керек. Сені ештеңе тоқтата алмау керек. Егер білім алуыңа, дамуыңа тосқауыл болатын 100 себеп шықса, сен білім алуың керек, дамуың керек деп соған қарай ерегесіп солай алдыға қарай жүру үшін 1000 себеп табуың керек. Өте керемет, тамаша. 1000 себеп табуың керек. Осылай мен түсіндірем, сосын барып бірақ кетем. Сол балаларыммен мен қазір әлі күнге дейін араласам, әлі күнге дейін хабардамыз. Кей кезде Сәке уже оқу бітіріп кеткен, университетте оқиды, 19-20-да жастары. Сәке, әңгіме бар еді, жолығайықшы. Жарайды, жолығайық. Бір жерден шай ішеміз. Шай ішкен кезде 4 сағат отырамыз. Осылай сөйлесеміз, сұхбаттасқан сияқты. Сөйлескен кезде мен жаңағы қайтадан отбасының мәселесіне қайтадан келем. Тұңғыштардың ағасы болдым ғой. Өйткені үйдегі тұңғыш балалар ешкімнен махаббат сезінбейді, көрмейді. Балалардың кеңесшісі, бағыт бағдар берушісі деп атасақ болады екен ғой. Ол жерде барлық тақырып қозғалады. Тіпті қызбен сөйлескен туралы. Инстаграмда мен бір қызға бүйтіп жазып едім, ол маған былай жауап берді, менен не деп жазуыма болады, немесе біз мынандай қарым-қатынаста едік қызбен. Яғни сізбен ұялмай, кез келген тақырып қысылмай сұрақ қоя алады, сізден сұрай алады. Өте тамаша. Енді қазіргі мынау зумер альфа ұрпақтары ғой қазіргі таңдағы. Енді тәрбие завуч ретінде, қалай жұмыс жасадыңыз, қалай сіз тілін таптыңыз, осының бір лайфхагы бар ма? Қазақ бекер айтпаған ғой, 13-те отау иесі деген. 12 жасқа дейін
ақылды тәрбиені қабылдайды, айтқанды. Ары қарай балаға бірдеңе айтып оны тәрбиелеймін де, ол бос әурешілік. Одан кейін бала көрген істейді. Ата анадан көрген істейді, досынан көрген істейді, қоғамнан көрген істейді. Абайдың қара сөзінде бар ғой, бала дүниеге келген кезде жаңағы мына қоғамнан ол 3 адамнан алады: мұғалімнен, досынан, ата-анасынан. Ал қайсысын қатты жақсы көрсе, содан көбірек алады дейді да қара сөзінде. Тура солай. Негізі зумер альфа деген ол адамның ойлап тапқан дүниесі. Мен бағанағы айтқанға қайтан келем. Мұхтар Әуезов айтқан: ел болам десең бесігіңді түзе, бесігіңнен бұрын әйелің жағдайын түзе. Біз бесіктен кетіп қалдық. Біз кіндіктен кетіп қалдық. Кезінде ата бабамыз бала дүниеге келген кезде кіндігін кесіп алып, ит құсқа жем қылмайтын еді ғой. Оны жерге көметін еді. Қаладағы кез келген не қоқысқа тастай салады. Мысалы ше, біз содан кеттік. Біз бесікке бөлуден кеттік. Қалада тіпті бесіктің де қадірі жоқ деп тұрсыз ба? Қалада бесік те жоқ. Мен өзім әкем 3 ұлды да бесікке бөліп өсірген. Және сол бесікті кәдімгі қадірлейді. Қадірлейді. Мен сол бесікте 3 жасыма дейін тып-тыныш ұйықтап жата беретін бала болғам. Бесікте жат. Мен бөлейтін бесікке әкем қатты тартып тұрып бөліп тастайтын. Қазіргі мынау неге қоғамда аутизм көп қалада? Оның себебін әртүрлі факторлар бар, бірақ сіз ербеңдеп жатқан бала мына өзінің қолын ербең етіп қолын бір көзіне, басына алып келген кезде, ол өзінің мынау менің қолым екен деп танымайды ол. Мына дүниені әлі таныған жоқ ол. Ана дүние таным, көзқарас деген нелер бекер, ұғымдар бекер емес қой. Сол бала бесікке бөленбегендіктен өзінің қолынан өзі шошиды ол. Ұйықтап жатқан кезде болсын, жай жатқан кезде болсын, ол шошиды. Біз сондықтан бесіктен кеттік. Ал сондай жаңағы ел болам десең бесігіңді деді ғой. Сол бесігімізді дүзе алмай, анау тал бесіктегі тәрбиесін бере алмай жатқан балаларды біз қазір зумер ұрпақтар деп атаймыз. Ол біздің қателігіміз, біздің ата-ана, біздің жалпы мына біздің ұрпақтың қателігі. Ал енді мақұл, енді сондай ұрпақ қалыптасты. Енді не істейміз? Солардың толқынында әңгімелесеміз. Немесе өзіңді жақсы көргізуге дейін жұмыс жасаймыз. Жаңа Абайдың айтып кеткен, қайсысын қаттырақ жақсы көрсе, содан көбірек алады деген. Мен мысалы оқушыларыммен, яғни олардың көз алдында сіз алдымен авторитетіңізді өсіру керексіз. Өсіру керек. Ол өсіру үшін сіз оларға ақыл айтуға болмайды. Олар ақыл тыңдамайды қазір. Керісінше солардың толқынында бола жүріп, дос қылып алғаннан кейін барып айтсаңыз, олар соны түсінеді. Олар сенің жаның ашып тұрып айтып тұрғаныңды, оған қастандық ойлап тұрмағаныңды, оған жаманшылық ойлап тұрмағаныңды, олар сенен де мықты біледі. Сен өзің педагог, психологпын деп ойлайсың ғой, бірақ бала бізден өткен психолог. Яғни ол балаларға өзіңді бір идеальный етіп көрсетудің керегі жоқ. Керегі жоқ. Ашық болу керек, шынайы болу керек. Мен мысалы оқушылармен театрға да барам, қымызға да барам, тіпті моншаға да барам. Бірақ ол жерде мен өзімді мұғаліммін, мен директормын деп жүрмеймін. Мен олардың достары болып араласам, сосын олардың тілінде сөйлесуге тырысам. Қазір неше түрлі сөздер бар, кринж, 6-7 деген шықты деген сияқты. Бірақ оның бәрінің шегін білу керек та. Бұл қарым-қатынастың барлығында сіз олармен өзіңізді педагог ретінде ұстап тұрасыз ба, или педагогикалық образды алып тастап, өзіңіздің адамилығыңызбен араласасыз ба? Мектептің ішінде мен педагогпын. Мектептің ішінде мен өзімді зауыч ретінде, жалпы мұғалім ретінде ұстаймын. Бірақ мектептен шыққаннан кейін мен дос болып ұстаймын. Өзімді дос қылып көрсетемін. Сосын сырласам. Сосын өзіңді идеал қылып, өмірің күшті, бір қателеспейтін, бәрі мықты ретінде көрсетуге болмайды. Өйткені мен де адаммын, сіз де адамсыз. Сіздің де жүрегіңіз сыздайды, көкірегіңіз мұздайды. Мен де ет пен сүйектен жаратылған адаммын. Мен де қателесем. Сол
сол тараптан мен оқушыларға қателескенімді айтуға ұялмаймын. Және қателессем, мысалы оларды тәрбиелеу барысында бірдеңеден қателессем, қатты ұрсып қойсам, бір қатты сөз айтып қойсам, мен кешірім сұраудан ешқашан арланбаймын. Мен шақырып алып, кешір бағанағы сөзім үшін. Ал сондай сыйластықты, сондай жақындықты көріп тұрған, сезіп тұрған бала, адам, ол сенен кетпейді. Сосын ерекше болып көріну, ешкімге ұқсамау. Мысалы, менің оқушыларым айтады, көбі, барлығы тіпті айтады, 99% айтады, біз сіз сияқты директор көрген жоқпыз дейді. Өйткені біздің оқыған мектептерде директор кабинеттен шықпайтын дейді. Немесе мүлдем болмайтын мектепте дейді. Біз даже мектептің директоры қай кабинетте отыратынын білмейтінбіз дейді. Ол жаққа бармайтынбыз да біз дейді. Мысалы да, бірақ басқа да мысалы директорлар көрді ғой, жекеменшік мектептердің болсын, мысалы жас директорларды көрді, бірақ барлығы бізбен дос ретінде араласпайтын, дос ретінде сырласпайтын. Олар директор болып, сол несінен шыға алмай, сол образдан шыға алмай жүретін дейді. Далада да, автобуста да, неде де деген сияқты. Мен Қапшағайға да, бассейнға да бірге бара беремін. Онда тұрған түкте жоқ. Ол оқушымен керісінше, маған ата-аналар көп қарсы шыққан. Басында. Мынауыңыз не тәрбие, неге ондай не істейсіз, мұғалім емессіз бе, өзіңіз солай ұстамайсыз ба деп. Мен айтамын да, сіз мектепке галстук тағып костюмшалармен келіп, темекі тартпаңдар балалар деп ақыл айта бергеннен қарағанда, сол балалардың ішіне етене кіріп, ол балалар бәрібір менсіз де барады ол жаққа. Бәрібір барады ол. Ол ата-анадан тығылып та барады ол жаққа. Сол жерге сенімен бірге барса, сосын сол жерде сол балалардың атмосферасында отырып, сен темекі тартпаудың қаншалықты зиян екенін, неге темекі тартпау керектігін оларға түсіндірсең, олар сені ешкімге ұқсамайтын тәрбие беріп жатыр деген неге ұқсайды да. Өйткені жалпы қазіргі қоғам халтурадан жалыққан. Халтураны көтермейді, жасандылықты көтермейді. Қазір бәрі халтура ғой. Мысалы, сіз өзіңіздің әлсіздігіңізді білдіргіңіз келмейді. Сіз бүйтіп, мен айтам, мен балаларға кәдімгідей ашық айтам, мен осы жерде қателестім. Балалар, менікі дұрыс емес болды. Бірақ мен осы қателігімнің мына жағы дұрыс екенін білдім. Сол үшін мен бүйттім. Яғни ол кез келген қарым-қатынаста сондай. Мысалы, сіз баламен қарым-қатынастарды баланы дамыту үшін де, оған тәрбие беру үшін де, яғни жасандылықсыз қарым-қатынас арқылы ғана оған тәрбиені енгізе аламыз. Мен әртүрлі образда ұстаймын. Бірінші досымын, екіншісі ағасымын, үшіншісі оның әкесі болам, оның мұғалімі де болам, директор да болам. Мен қалай балаға қаталмын? Мен балаға қаталмын. Мысалы, мен өзімнің оқушыларыма осы 5 жылдың ішінде мен өте қатал болдым. Мен әскерде болған адам ретінде жеке гигиенадан бастап ішкі жанның тазалығына дейін балаларға үйреттім, және соны талап етем. Адалдықтан бастап. Мектепке кіреді, мемлекеттік мектепте біз кәдімгі таңертең балаларымызды есік алдынан, мектепке кірген есік бар ғой, содан бастап біз бүкіл сынып жетекшілер тұрамыз, сынып балаларымызды қарсы аламыз. Сол кезде бір қызым қысқа киіп келді ме, бір ұлым аяғы балшық па, шашы алба-жұлба, үсті басы көйлегі шығып кеткен болса, мен мектепке кіргізбеймін. Шықта, аяғыңды қағып, сүртіп, шашыңды жөндеп, қызымды қайтарып жіберемін. Үйіңе бар да, тізеңнен төмен юбка киіп кел. Әйтпесе кірмейсің. Сосын 5-ші сынып болғаннан кейін бантик киеміз, андай бұрын көк галстук киетін едік қой. Өзінің отырған партасының тазалығы, ол соның жауапкершілігінде. Оны ешкім келіп саған біреу сүртіп беруге, біреу полыңды жуып беруге, астыңды ешкім міндетті емес. Сен балаға айтам, сен өзің дүние мүлкіңе өзің жауап беріп, өзің аяғыңды, өзің отырған жеріңді таза ұстау, ол сенің міндетің, сенің қызығушылығың деймін да. Сосын кабинетке кірем. Мен ұл балаларға өте қатал болдым, өйткені жаңа айтқанымдай әскерде болған үшін ұл балаларға кабинетке кірген кезде кабинеттің партасының қисық тұрмауы, бірдеңе қоқыстардың шашылып жатпауы, терезедегі жалюздардың бірдеңе болып жатпауына мен ұлдарды жауапкершілікке тартатын, қыздарды емес. Ұлдардан сұрайтын. Мынау неге парталар қисық? Неге түземейсің сен? Сен не істеп отырсың? Жан-жағыңа қарадың ба? Кірген кезде кабинетке деген сияқты. Дене шынықтыру формасын ұмыт кетсе, мен бүкіл костюм шалбармен тұрған ұлдарымды жерге жатқызып, отжимание жасатып, қатты қинайтын. Орындық көтертқызып, приседание істеткізіп, сондай қатал мұғалім болдым. Бірақ мен қаншалықты қаталмын,
тура соншалықты мен оларды жақсы көремін. Екеуінің пропорция. Яғни бала да оны сезеді да. Ал енді жақсы көргенді қайдан біледі? Қалай сездіремін? Бұл яғни аясаң аяма деген қазақтың сөзін ашатын тәрбие. Өте тамаша. Әйтпесе қазір көп ата-аналар ана баламды жақсы көремін дейді да, аяймын дейді да, яғни қолына телефон беріп қояды. А былай келген кезде сол шуламасын, үндемесін деген. Иә, үндемесін. Енді қазір менің оқушыларым айналып келген кезде сол оның баласының білуіне бүліндіріп жатыр да, баласының тағдырын құртып жатқан білмейді да. Енді қазір менің оқушыларым андай менен қатты қаншалықты қорқады олар кәдімгідей Серғай келіп жатыр деп. Соншалықты олар мені жақсы көреді. Менің тәрбием сол. Менің ұстанымым да сол. Жақсы. Мен есіңізде болса, осы жылдың басында сізге бір мектептің, яғни ол жерде орысша қазақша аралас бастауыш мектепте сізді директор болуға бір ұсыныс білдірген едім сізге. Сол кезде сіз маған отказ берген едіңіз да, мен жасамаймын. Менің құндылығыма сай келмейді бұл деп. Әйтпесе сіздің үйіңізге жақын жердегі мектеп еді. Енді біздің енді қазіргі ұсынысты сіз де қабыл алып жатырсыз. Құдай қаласа енді директор ретінде осыған дейін де жасадыңыз директор болып, иә. Менің құндылығыма сай келмейді дедіңіз да жаңағы мектепте. Құндылыққа сай келу деген сіздің ұстанымыңыз. Осы құндылық туралы ашып айтып кете аласыз ба, құндылық тақырыбын? Менің құндылығымда 4 нәрсе. Оның біріншісі Абай, жалпы оның ар жақтағы идеясы Абай Құнанбайұлының қара сөзіндегі ыстық қайрат, жылы жүрек, нұрлы ақыл. Яғни қазіргі тілмен айтсақ, заманауи тілмен IQ, AQ, PQ, SQ. Осы 4 нәрсе. Осы 4 нәрсе бір мектепте сәйкес болмаса, ол менің құндылығыма сәйкес емес. Сосын мен ешқашан жаңа бағана басында айтып кеткендей, мен ешқандай мемлекеттік мектепте ешқандай директордың алдына барып жұмыс бер деп сұраған адам емеспін. Және де менің құндылығыма сәйкес келмесе, амал жоқтықтан мен ол жерге жұмысқа бармаймын. Өйткені мен ол жерде бары жан тәніммен жұмыс жасауым керек та. Яғни бірінші ол IQ, ол білім, яғни ол интеллектуалды адамның ой өрісі, яғни білімі. Ол білім болу керек, ол міндетті түрде, ол талқыланбайтын нәрсе болу керек. Екіншісі адамның тәрбиесі, ол тәрбие және де бөлек берілмеу керек. Мысалы, қазір мемлекеттік мектептерде тәрбие сағаты деген сабақ бар. Ол сабақ дүйсенбі күні болады. Сосын сол дүйсенбі күні сабақта бір тақырып беріледі, мысалы нашақорлық туралы, мысалы немесе жемқорлыққа қарсы бірдеңе деген. Сосын сол дүйсенбі күні оған тәрбие береді да, келесі дүйсенбіге дейін сонда тәрбие бермей ма деген сұрақ туады да менде. Сонда бір апта бойы не істейді деген, бір апта бойы сонда тәрбиені қайдан алады ол деген сияқты. Яғни біліммен бірге тәрбие қоса берілу керек. Мысалы, тарихты алайық, тарихтан бір тақырып өтіп жатсыз, білім беріп жатсыз, жыл жаттатасыз. Сол тарихтағы тақырыпқа орай, мысалы, алаштықтар болса, сіз сол алаштықтар арқылы отансүйгіштікке, еліне, жеріне, бағанағы айтқандай кіндік қаның тамған жерге сен қызмет етуіңе деген сияқты. Бағана мен кіндікті не үшін айттым? Кіндікті не үшін жерге көмген? Өйткені туған жеріне ат айналып қазығын табады дейді, сол қайтадан туған жеріне келіп қызмет етсін. Болашақпен шетелде, Америкада, Ұлыбританияда оқып келсе де, оқыса да, ол кет қалмай, қаныштар сияқты, жаңағы мықты тұлғалар сияқты қайтадан еліне келіп қызмет етсін деген, ол кәдімгі ешқандай жерде жазылмаған кодекс. Сол келіп өзінің жеріне, еліне қызмет етсін деген ниетпен кіндігін жерге көмген. Қазір ит құсқа не істеп жатыр, олар сол шетелге кетіп жатыр. Екінші сол тәрбиеге байланысты. Үшінші нәрсе ол эмоционалды тәрбие. Осы үшінші тәрбие 90% мектептерде жоқ. Эмоционалды тәрбие. Яғни сіз балаға эмоционалды жағынан, яғни жаңа айтқанымдай, оның сырласы бола алу, оның жанын түсіну, онымен ол саған кез келген уақытта, кез келген 24/7, мысалы менің оқушыларым түнгі 11-де де жаза береді маған. Сәке, ұйықта қалдыңыз ба деп. Жоқ десем, менде бір сұрақ пайда болды, соған жауап беріңіз. Сосын немесе бір жаңа
қызбен сөйлесу болсын, мысалы үйінде ата анасымен де кейде кикілжің болып қалса да маған айтады, анам мен өйстіп қалдым, соны қалай шешуге болады, мен анам мені түсінбей тұр дейді да. Соның бәрінде эмоционалды жағынан сіз балаға тәрбие беруіңіз керек. Эмоционалды байланыс. Эмоционалды баламен байлану керек та. Сол үшін де мені кеткен жерімнен оқушыларым қимай артымнан келеді. Сіз қайда барсаңыз мен сол мектепке барамын дейді. Сосын төртінші нәрсе ол діни жағынан, ол жағынан мен андай діни көзқарасымды тықпаламаймын. Менің діни мектептегі берілетін дүние, ол мен бір жерден бір не оқып едім. Егер сенде мешіт салу мен мектеп салу деген таңдау тұрса, сен мектеп сал деген. Менде діни көзқарас мектептің ішінде, жалпы қоғамда адам өзінің діни көзқарасын, діни ұстанымын, құлшылығын тықпаламау керек. Мен намаз оқимын, мен безотчет кіргізші десе, ол соны безотчет кіргізетін болса, ана кіргізген адамда ана алалап тұр ғой. Намаз оқиды, намаз оқымайды. Сенің мұсылмандығың қайда? Махамбет Өтемісұлының сөзі бар ғой. Мұсылмандылық кімде жоқ? Тілде бар да, ділде жоқ дейді. Яғни тіліңмен сен айта бересің да, мен намаз оқимын, ораза ұстаймын, бүйтемін, сөйтемін, мен ойбай хиджабтамын да, жаңағы деген сияқты, бірақ сенің діліңде жоқ та ол. Мұсылмандығың жоқ сенің діліңде. Осы нәрсе оқушылардың бойында толеранттылық деген, жаңағы қай ұлт болсын, қай дін болсын, қай нәсіл болсын, қай жыныс болсын, ешқандай бөлмей, олар сыйластық танытып, құрмет көрсете алса, бұл ең патолог тәрбие деп айта аламын. Менің ұстанымымда осы төрт нәрсе. Ал жаңағы ол ұлттық құндылық деген нәрселер бар. Ол дүниелер жаңағы неге келеді? Мысалы мен аралас мектепте істеген кезде де қазақ аралас мектептердің бәрінде орыс мектептер олар. Аралас деген аты ғана. Барлық шара, жиналыс бәрі орысша өтеді. Құжаттың бәрі орысша. Мен мемлекеттік мектепте істеген кезде сол жағынан өзім болса да әйтеуір мұғалімдерді кірістірсем де сонымен күрестім. Яғни шараның бәрін қазақша өткізуге, концерттің бәрін қазақша өткізуге, яғни қазақ сыныптарының балаларының рухын көтеруге мен жұмыс жасадым да. Өйткені ана орыс балалары, анау континент, ананың бәрін басып тастаған ғой. Үзілісте, дәлізде олар орысша сөйлеседі. Менің көргенім. Осы нәрселер менің қарнымды аштырды. Қарнымды аштырғандықтан мен соған қазақ тілі әдебиет филолог маманы болғандықтан мен сонымен күрестім десем болады. Соған қарай жұмыс жасадым. Енді осы жерде филологтарға мынандай сұрақ туындап тұрмын. Қазақстанның қазіргі таңда тәуелсіздік алғанына міне қанша жыл болды? 36 жыл ма? 35 жылдан аса 35 жылдан аса уақыт өтті ма? Енді осы жылдың ішінде орыс мектептеріндегі қазақ тілдің деңгейі қаншалықты өсті? Қаншалықты біздің өзге ұлт өкілдері Қазақстанда тұратын қазақ тілін қаншалықты меңгеріп жатыр? Мен ойлаймын да, мемлекет сол саланы дамыту үшін сол ұстаздарға жалақысын беріп жатыр. Иә? Қаншама филологтар білім алып, осы бағытына адал болам деп білімін беріп жатыр. Алайда неге осы күнге дейін нәтиже жоқ деген сұрақ туындап тұр? Нәтиже жоқ деп айта аламыз, менің көзқарасымда былай, жаңағы толеранттылық дедік, иә, құрмет көрсету дедік. Жалпы ұлттың жаманы болмайды, иә, тілдің жаманы болмайды. Кезінде ғылымға, білімге терезе болған ол орыс тілі еді ғой. Ал қазір ғылымға, білімге терезе ол ағылшын тілі. Менің түсінігімде кезіндегі Алматыдағы бірақ қазақ мектебі қалып еді ғой. Барлық қазақ мектептерін жауып, тек бірақ қазақ мектебі қалды. Ол қазақ мектебінің 12-ші қазақ мектебі ғой деймін. Номер 12-ші мектеп қой деймін. Оның барлығы неге? Не үшін? Өйткені оның барлығы бір драма жасап, романтизация жасайтын дүние емес. Ол кәдімгі ғылыми түрде дәлелденген, ғылыми түрде көрсетілген дүние. Ол мысалы кезіндегі Столыпин реформасы, немесе кезіндегі жер жетпей жатып соғыс кезінде орыстардан қоныс аудару, яғни ашаршылыққа дейін қазақтардың саны, және де Алматыдағы
қазақстандықтардың ішіндегі қазақ ұлтының саны жыл өскен сайын азайды. Мысалы басында 80% болса, сосын 30-50 жылдары ол 60% болды, сосын 40% болды, сосын 34% болды, сосын 32% болды ма, сондай болды. Одан кейін неден кейін, тәуелсіздік жылдарынан кейін қайтадан мына жалпы халықтың, қазақтардың үлесі, қазақ ұлтының үлесі жаңа не болды, артты. Одан кейін қазір уже 35 жылдан асқан уақытта керісінше артып келе жатыр. Қазақ ұлтының үлесі. Басқа ұлттар не істеген? Енді солардың арасында неге мысалы қазақ ұлты болып тұрып, қазақ отбасы, әкесі қазақ, шешесі қазақ, бірақ неге бала орысша сөйлейді? Неге бала тілі орысша шығады деген қауіп болды. Қауіп шықты. Ол қауіп әлі де бар. Неге? Өйткені бағанағы қайтадан неге ораламыз? Сенің балаңа сенен бұрын әлеуметтік желі, ғаламтор тәрбиелеп тастады. Сен балаңды тал бесіктегі тәрбиеңді беріп үлгерген жоқсың. Яғни тал бесіктегі тәрбиеңді беріп үлгермей жатып, сенің алдыңа ғаламтор, әлеуметтік желі шығып кетті. Яғни бала ютубтан орысша мультфильм көреді, ағылшынша мультфильм көреді деген сияқты. Бұл жерде мәселе менің қыдығыма тиетіні орыс ұлтының, нақты орыс ұлтының, мен шын мәнінде мен өзім орыс мектепте оқығам негізінде. Алайда біздің кезде барлығымыз қазақ балалары және бәріміз біз қазақшада еркін сөйлей алдық. Мәселе бірінші қаладағы, мен кейін университет ЕНУ-да жұмыс жасап жүрген кезімде де орыс ұлтының азаматтарынан сабақ бердім. Мәселе қазақ тілін мүлде түсінбейтін орыстар өте көп болатын да. Мықты өз саласының мықты жақсы көретін адам болса, мемлекет жағдай жасап беріп тұр, ақшасын беріп тұр. Кезіндегі Ахметтер жалақы алмаса да жұмыс жасаған бағыт. Енді барлық жағдайды жасап беріп тұрған кезде, сонда ол мына алдында тұрған балалардан талап ете алмады ма деймін да? Орыс балаларын ба? Орыс балаларын қазақша сөйлейтіндей деңгейге талап ете алмады ма деген сұрақ туындаған да осы кезде. Қазақ ұлтының талантты екенін дәлелдейтін бір мысал айта салайын. Мысалы, ағылшын халқы, немесе орыс халқы, Қытай халқы, Корей халықтары қазақ тілін үйренгісі келсе, өте қиын. Өте қатты акцентпен сөйлейді. Ал ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген, Қытай тілін үйренгісі келіп жүрген, орыс тілін үйренгісі келіп жүрген қазақ адамдар, қазақ ұлты, олар емен еркін сөйлейді. Даже сол ұлттың өзі таңғалады ғой. Қызығушылық болса, яғни еркін үйреніп кете алады. Қызығушылықтан бұрын сұраныс жоқ. Яғни біздің мемлекетімізде ютубта ашам, барлығы орысша контент. Мақұл, ол адамның таңдауы. Тағы да банкоматқа барам. Банкоматқа барған кезде мен неге басқа тілдердің арасынан өзімнің тілімді таңдап алуым керек? Неге? Неге ол жерде қазақ тілі ғана тұрмайды? Неге мен орыс тілінің, ағылшын тілінің арасынан қазақ тілін таңдап алуым керек? Мен Қазақстанда өмір сүре тұрып, қазақша білім ала тұрып, қазақ мектебін бітіре тұрып, қазақша сөйлей тұрып, осындай мемлекетте тұрып, мен неге басқа тілдердің ортасынан қазақ тілін таңдап алуым керек? Мен таңдамауым керек. Ол бірақ тіл болу керек сол жерде. Бұл бірінші қоғамда. Сол кезде дамитын еді. Екінші, заңда. Қандай жоспарларыңыз бар директор ретінде? Ата-аналардың барлығының енді сізді танитын ата-аналар, Серік мырза мына жерге директор болып келіп жатыр Тәлім Хайскул мектебіне деп келетіні анық. Енді сізді танымайтын ата-аналар бұл мектепке сізді директор деп не үшін келу керек деген сұрақ туындап тұр. Жақсы. Менің ұстанымда, менің көзқарасымда мектеп бір күн толық, бір ауысымда оқу керек. Мектептер қазір екінші, үшінші ауысымға кетіп қалғандығы да
бұл білім сапасына әсер етеді. Дұрыс емес яғни. Дұрыс емес. Яғни таңертеңнен сағат 8:30-нан 4:30-ға дейін сабақ болу керек. Және тәрбие бірге берілу керек. Тәрбие сағат деген сабақ болмайды. Тәрбие әр сабақта беріледі. Әр жүрісте, әр қарым-қатынаста барлығында тәрбие беріледі. Екінші, бала аптасына, мысалы мемлекеттік мектепте математика аптасына 2-ақ рет, алгебра мысалы 2-ақ рет, немесе ағылшын тілі 2-ақ рет деген сияқты. Бізде ағылшын тілі аптасына 5 рет, математика аптасына 8 рет, таңдайтын болса 10 рет деген сияқты. Яғни бізде өзі қазақ қызық қой, мысалы аз беріп көп алғысы келеді, немесе кемпір беріп қыз алғысы келеді деген сияқты. Аз оқып, бірақ анандай мықты нәтижеге жеткісі келеді. Мысалы Қытайда, Сингапурда, Кореяда жылына 200-ден аса 250-ге жуық сондай күн оқиды. Ал Қазақстанда 150-шақ күн оқиды. 3 ай демалады. Кореяда 1 ай демалады. Жазғы каникул 1 ай. Мысалы, сондай 3 ай демалып 150 күн оқып, біз мықты әлемдік топ университеттерге түскіміз келеді. Ондай болмайды. Мен балаларға, оқушыларға бүйтіп айтам. Енді досым сияқты қабылдаймын ғой. Неше түрлі кличка қойып аламын оларға. Сосын оларға айтам, сен 5 күн ишак болып оқуың керексің. Яғни есектің еңбек адалы ет арам дейді ғой. Сол сияқты есек болып сен жұмыс істеуің керексің. Яғни білім алуың керексің. Сосын сенбі-жексенбі демал. Яғни сол сен 5 күнде өте қатты жұмыс істеп, күш салып кәдімгідей оқитын болсаң, онда сен сенбі-жексенбіге өзіңе демалуға рұқсат бересің. Ал жай пәй анда келіп кетіп жүрсең, онда сен демалуға құқығың жоқ деген сияқты. Бұл 3-ші нәрсе. 4-ші нәрсе, менің ұстанымда мектептің ұжымын қалыптастыру 1-ші орында. Яғни біздің өнім ол оқушы ғой. Ал өнім мықты болу үшін өндіріс мықты болу керек. Сол өндіріс ол мұғалімдер. Ол директор, басшы, ол мектептің мәдениетінің, мектептің сапасының суретшісі, суреткері. Яғни көп нәрсе директорға байланысты, басшыға байланысты. Басшы әкімшілік мықты болса, сосын ол мұғалімдермен жақсы қарым-қатынас орната алса, жақсы атмосфера орната алса, ол мұғалімдер оқушылармен жақсы қарым-қатынас жасайды, жақсы атмосфера орнатады. Сол жерде оқушылар жақсы білім ала алады деген сияқты. Яғни мұғалімдердің жағдайын жасау. Ол жылдың басында сыныбының қағазын, құжатын жөндеу мүмкін. Сосын өзінің БЖБТ-жобаларына жауап берсе, ие болса, ал қалған уақытта ешқандай құжат талап етпейміз. Мұғалім таза оқушымен жұмыс жасау керек. Оның жұмысы бала. Сол баланы дамыту, тәрбиелеу, ол баламен айналысу керек болды. Оған мен кедергі жасамауым керек. Мемлекеттік мектептердің көпшілігінде жаңа қағазбастылыққа келдік қой, бағанағы. Сол қағазбастылықтың басы артық сайлау, жаңа жылдың безендіруі, аяз ата болу, бірдеңе деген әңгімелер көп жұмыстар, керек емес жұмыстардың кесірінен баламен айналысатын уақыттары жоқ. Сосын мектепке шағымдар көп мұғалімдердің. Ол не үшін көп? Сол жаңағы жүйенің дұрыс еместігінен. Сондықтан бірінші мен ұжымды қалыптастыруым керек. Яғни 1 жыл жұмыс істеп, қырылысып, мұғалімдер кет қалса, ол мектеп ұзаққа бармайды. Яғни қалай болса солай сабағына келу, оқушымен қалай болса солай қарым-қатынас жасау деген сөз емес. Ол бізге сеніп, ақшасын төлеп келіп тұрған ата-аналардың қасында біздің мұғалімдер бәсекеге қабілетті, мықты білім бере алу керек. Басқа мектептермен салыстырғанда. Менің бір ғана талабым, бір ғана өтінішім деп айтам. Болашақта маған келетін мұғалімдер болса те, нәтиже. Басындағы қайда тұрғаның маңызды емес. Жыл біткен кезде, балапанды күзде сынайды дейді ғой. Жыл біткен кезде сенің алдыңа берген
20 оқушыдан сенің қазір неше оқушың қалды, немесе сол 20 оқушының нешеуі жетістікке жетті, нешеуі ұбт-дан 100-ден асты, нешеуі шетелге түсті, нешеуі Назарбаев университетіне түсті. Осы нәтиже мен үшін маңызды. Сол нәтижеге жету үшін мен жағдай жасауға дайынмын. Тәртіппен жүруді, уақытымен жүруді, жаңағындай бас көтермей еңбек етуді, яғни мынандай қатаң тәртіппен жүруді біздің қоғам үйренбеген. Біздің қоғам 6-та шақырады да 7-те келеді, 10-да жиналыс қояды да 10-12-ге келеді деген сияқты. Ол үлкендердің өзі сондай. Үлкендер сондай болса, балалардан не сұраймыз деген әңгіме ғой. Сол балаларға, оқушыларға қойылатын талап ол білім алу мен тәрбие, яғни алу қабілетін қосу максималды түрде. Одан кейін жаңағы ишак болып жұмыс істеу 5 күн. Сосын мен оқушыларға үнемі айтам: саған ешқандай мұғалім көмектеспейді. Сен ешкімнен ештеңе күтпе. Сен оқы. Менің оқушыларымның бәрі 4:30-да сабақ біткен кезде, әсіресе 10-11 сыныптар, сабақ бітеді, олар мұғалімсіз өздері қалып, кабинетте немесе кітапханада отырып, өздері есеп шығарады, IELTS-қа дайындалады, не істейді, өз еркімен, өзінің ерік жігерімен. Ешкім оны күштемейді, ешкім түрткілемейді, ешкім артынан қуалап оқы деп айтпайды. Олар өздері мұғалімсіз оқиды. Менің оларға айтатын бір ғана жаңағы тәрбием: ешкімнен ештеңе күтпеу. Өзің бәрін оқисың, өзің бәрін ізденесің, алу қабілетіңді қосасың максимал түрде. Сосын мен саған анау Оксфордтан, Гарвардтан, Америкадан мықты профессорлар, Қазақстанның мықты профессорларын, Асқар Жұмаділдаевты әкеп қойсам да, сен өзің алу қабілетіңді қоспасаң, саған ешкім оқыта алмайды. Саған ешкім бере алмайды ол білімді. Ал оқимын деген балаға бағанағы айтқандай ауа райы да, адамдар да ештеңе әсер етпеу керек. Ол оқу керек, іздену керек, білім алу керек. Сондай жаңағы біздің ұжымдағы, жалпы мектептегі ұстаным, атмосфера осындай болу керек. Сондай бала ғана нәтижеге жетеді. Әйтпесе Қазақстанның барлық мектептерінде қазақ тілден бір сол сан есім, зат есім, сын есімді үйретеді. Бала мен үйренем деп маған қолын созу керек. Мен сол кезде үйрете аламын. Мынандай оқиға болды. Мен басшы болған мектепте қандастар көп келетін. Яғни Қытайдан келген, Монғолиядан келген қандастар көп келетін. Ердос деген. Қазір 11 бітіріп жатыр. Мықты, IELTS да мықты, SAT да мықты, университет, топ университетке тапсыра алатын мықты бала. Сол 4-ші 90-да келді маған. Сосын мамасы бірге келді Қытайдан. Әкесін жібермейді Қытайдан. Әкесі мемлекеттік қызметкер ғой деймін. Сонымен мектептің жанынан үй алды. Сөйтіп мен мамасымен кездескен кезде, анасымен кездескен кезде, мен бірінші ол кісіге талап қойдым: сіз үйде тәрбиелеуіңіз керек, үйде қадағалауыңыз керек. Мен берген тапсырманы орындау керек, мен жатта деген нәрсені жаттау керек, жаз деген нәрсені жазу керек, сіз соны үйде қадағалау керексіз деп бір талап қойдым. Сол талапты егер орындасаңыздар, онда 1 айдың ішінде мен балаңызды істеп беремін, жаңағы нәтижеге шығарып беремін дедім. Сосын сол балам 1,5 айдың ішінде қандастардан түк болмай келген, жаңағы Қытайдан 0-ден келген бала 4-5 оқып кетті. Тамаша. Негізі бұл тақырып өте қызық және ауқымды тақырып. Бұны алдағы уақытта толыққанды ашсақ деген ой тұр. Қазір енді уақыт сағатымызда келіп қалды. Осымен енді бірінші бөлімді тәмам десек, аяқтайық. Сіздер де бізді қолдап кетіңіздер. Енді бастап жатырмыз. Ары қарай қолдап, лүпіл басып, бізге жазылып, бөлісіп қойыңыздар. Оқырманымыз көп болсын. Ойланатын ойлы адамға ой саларлықтай ойлы әңгімелер болды деп есептейміз, ойлаймыз. Бағалы уақытыңызды қиып бізбен бөлісіп жатқаныңызға рахмет. Ақпаратыңызбен, біліміңізбен көп-көп рахмет. Қош, есен сау, аман болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Көріскенше және
мен басшылық ететін хай скулда, яғни 7 мен 11 сыныптар оқитын мектепте мен сіздерді күтемін. Жақсы, сау болыңыздар.